Сәлем баршаңа. 7-ші сынып алгебрасының 3-ші тоқсанына арналған бақылау жұмысының, қорытынды бақылау жұмысының есептерін талдап көрейік. Сонымен, бірінші нұсқа мынандай 4 тапсырма бар. Әрқайсысына енді жеке-жеке тоқталып өтейік. Сонымен, бірінші тапсырма тиімді тәсілмен есептеңіз. Бұл жерде біздер кубтық формуланы қолданамыз. Яғни мен мына жерге тағы да бір жазып кетейін. А куб қосылған Б куб. Ол бізде былай жіктеледі. А квадрат минус АБ қосылған Б квадрат. Не, осылай болады. Оны біздер мына 71 куб қосылған 49 куб қосылыштарына қолданамыз. Сонда не болады? 71 қосылған 49, ол бірінші жақша. Екінші жақша 71 квадрат азайтылған 71 мен 49-ның көбейтіндісі қосылған 49-ның квадраты. Барлығын бөлеміз. 120 қосылған 71 көбейтілген 49. Бірінші жақша байқасаңдар, 71 қосылған 49 ол 120 болады. Мына 120 мен 120 қысқарады, сонда не қалды? 71 квадрат азайтылған 71 көбейтілген 49 қосылған 49 квадрат қосылған 71 көбейтілген 49. Енді мына жерде 71 көбейтілген 49 минус таңбасымен және плюс таңбасымен олар жойылып кетеді. Сонда 71 квадрат қосылған 49 квадрат қалды. 71-дің квадраты. Оны көбейтіп көрсеңдер 5041 болады. Қосылған 49-ның квадраты 2401. Ал екеуінің қосындысы 7442. Жауап 7442. Тиімді тәсілмен есептеу осылай болады, достар. Келесі есеп. Көп мүшені көбейткішке жіктеңіз. А тапсырмасына бірден көшейік. 2а x куб азайтылған 16ay куб тең болады. Енді оны қазір мен былай жазып көрсетейін сіздерге. Минус 2а көбейтілген 8y куб деп. Неге олай жаздық? 16 ол 2 мен 8-дің көбейтіндісі. Бұл жерде мына ортақ көбейткіш осы 2а болады. Сонда жақшаның ішінде x азайтылған 8y куб қалады. Оны да біздер былай жазсақ болады. X куб азайтылған 8 деген ол 2-ның кубы ғой, сондықтан ортақ ол 2y куб болады. Міне, осылай болады. Сосын, бұны да қарай жаңа алдыңғы формула сияқты а куб минус б куб осы формула арқылы мынаны жіктейміз. А минус б а квадрат плюс аб қосылған б квадрат. 2а қала береді. Ары қарай x минус 2y. Екінші жақшада x квадрат минус плюс x көбейтілген 2y қосылған 2y-тің квадраты. Міне осылай болады. Тең. Тағыдан алдыңғы жақшаларды көбейткіштерді көшіріп аламыз да. Сосын x квадрат плюс 2xy болады. Қосылған 4y квадрат. Осылай жіктеледі барлығы. Б тапсырмасы. Енді мына жерде y квадрат минус 10y қосылған 25-ті бөлек қарастырамыз. Сосын 3xy қосылған 15y-ті бөлек қарастырамыз. Мына жерде y квадрат минус 2, 10 дегенді қазір 2 көбейтілген y көбейтілген 5 қосылған 25-ті 5 квадрат деп жазалайық. Минус 3xy сосын қосылған 3x көбейтілген 5 деп жазып алайық. Міне, қазір осылай түсінікті болады. Мына үш мүшені біздер квадрат формуласымен, қысқаша көбейтудің квадраттар формуласымен y азайтылған 5-тің квадраты деп жазып аламыз да. Азайту. Енді мына жерде 3x ортақ болып тұр. Осы 3x-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде y қалады және 5 қалады. Y азайту 5. Y азайту 5 болады. Мына плюсымыз минусқа айналып кетеді. Жақшаның сыртына өткен минусқа шығардық. Ал егер жақшаны ашатын болсаңдар,
Мына минус пен мына минус сендерге қайтадан мына плюсті береді. Енді ары қарай y минус 5-тің квадраты дегенді сендер былай түсінулерің керек. Y минус 5-тің квадраты ол 2 жақша анандай, 2 көбейткіш. Ал мынаны әзірше көшіре салайық тағы да. Олай болатын болса, y минус 5-ті жақшаның сыртынан шығарамыз. Яғни мына жерден 1-ін аламыз да, сосын мынаны аламыз, жақшаның сыртынан шығарсақ, ішінде y минус 5 қалады, сосын минус 3x қалады. Міне осылай 2 көбейткішке жіктейміз, 2 жақшаға осылай жіктейміз. Ары қарай үшінші тапсырма С тапсырмасы x квадрат қосылған 2xy қосылған y квадрат қосылған 2x қосылған 2y қосылған 1. Алдымен мына үш мүше бізге формуланы береді, ол x қосылған y-тің квадраты. Сосын мына жерден біздер 2-ні жақшаның сыртына шығарайық. Қосылған 2, жақшаның ішінде x қосылған y, сосын қосылған 1. Енді бұл жерде мынау a квадрат қосылған 2, жақшаны a деп алатын болсақ, осындай болады ғой. a қосу 1-дің квадраты деген сияқты. Онда a-ның орнында біздер x қосылған y қосылған 1-дің квадраты. Міне осылай жіктеледі. Ары қарай үшінші есеп. Өрнекті ықшамдаңыз. Мынандай 2 жақшаның көбейтіндісі және мына жерде мынандай көбейткіштер. Сосын екінші тапсырмада осы өрнек, бірақ x-тің орнына 1 болған кезде 12 тең болатын көрсетіңіз дейді. Енді жаңада жаздық біздер. Мына формула a қосылған b, a квадрат минус ab қосылған b квадрат, ол қысқаша a куб қосылған b куб деп жазылады. Олай болатын болса, a-ның орнында біздер x тұр, b-ның орнында 2 тұр. Сонда мына x қосылған 2, x квадрат минус 2x қосылған 4, ол қысқаша x куб қосылған 2 куб деп жазылады. Немесе x куб қосылған 8. Екінші жақша, мынау қысқаша көбейту формуласы. Яғни бұл жерде x квадрат минус 4 болады. Оның сыртында және x бар бізде. Сонда мынау бірінші жақшаның орнында x куб плюс 8 болды ғой. Ол мына жерге жазамыз да, міне. Сосын минус x, ана жақта x квадрат минус 4 деп жазып аламыз. Арға жалғастыратын болсақ, x куб плюс 8, минус жақшаны ашатын болсақ, x квадратқа көбейтетін болсақ, x куб және x-ті минус 4-ке көбейтеміз. Минус пен минус плюс 4x береді. X кубтар кетті. Сонда не қалды? 8 қалды, қосылған 4x. Енді өрнекті ықшамдаңыз. Ықшамдадық. Бірінші тапсырма орындалды. Екінші b. X тең 1 болған кезде осы өрнектің мәні 12 тең болатын көрсетіңіз дейді. Жарайды, олай болатын болса, мына x-тің орнына біздер 1 қоюымыз керек. Сонда 8 қосылған 4 көбейтілген 1, я 12, дұрыс. Сендер мына x-тің орнына барлық жерде 1, осының бәрін қойып жүрмеңдер, мынандай 1. Сендер ықшамдадыңдар. Ықшамдалған түрі мынау, міне. 8 қосылған 4x. Сонда бірден x-тің орнына тең 1 дейсіңдер де, x-тің орнына 1-ді қойып 12 екен көресіңдер. Өрнектің мәні 12 тең. Дұрыс. Екі тізбектелген санның квадратының айырмасы мен келесі тізбектелген сандардың квадраттарының айырмаларының қосындысы 34-ке тең. Егер квадраттарының айырмасы теріс емес болса, бұл сандарды табыңыз. Жақсы, мына жерде енді 2 тізбектелген санның квадратының айырмасы, сосын тағы да тізбектелген дейді. Онда біздер ол сандар қандай сандар екен білмейміз, және қазір теңдеу құрастырамыз. Бірінші сан x болса, одан кейінгі сан x қосылған 1 болады. Ал одан кейінгі сан x қосылған 2. Сөйтіп жалғасып кете береді, x қосылған 3 деп. Енді басындағы 2 тізбектелген санның квадраттарының айырмасы. Квадраттарын жазып алайық, квадраттар мынау болады. Басындағы екеуінің квадраттарының айырмасы, сосын келесі тізбектелген сандардың квадраттарының айырмасының қосындысы дейді.
Міне қостық. Міне басындағы екеуінің квадраттарының айырмасы. Сосын келесі екі тізбектелген квадраттар санының айырмасының қосындысы. Міне қостық. 34-ке теңестірдік. 34-ке мынандай теңдеу пайда болды. Олай болатын болса, әрине бізде қазір қысқаша көбейту формуласымен, мына формуламен ашсақ та болады оны. А квадрат азайтылған Б квадрат, ол А минус Б деп, сосын А плюс Б деп былай. Немесе А плюс минус Б квадратына формуламен ашып алсақ болады. А квадрат плюс минус 2АБ қосылған Б квадрат. Осы формуламен ашып алсақ болады. Енді екіншісімен көре салайық. Минус x квадрат қосылған 2x қосылған 1 дейміз. Қосылған x квадрат қосылған 4x қосылған 4 дейміз. Минус x квадрат қосылған 6x қосылған 9 тең 34. Байқасаңдар, мына минус тұрған жақшаларын алдым. Мен олар жақша қалдым. Өткен жақшаны ашқан кезде барлығы теріс таңбамен ашылады. Ары қарай x квадрат минус x квадрат минус 2x минус 1 плюс x квадрат қосылған 4x қосылған 4 минус x квадрат болады. Минус 6x минус 9 тең 34. X квадраттар кетті мыналар. Мына x квадраттар жойылады. Сонда не қалды? Минус 2x плюс 4x минус 6x. Енді олар да жойылып кетеді. Минус 2x пен плюс 4x 2x береді. Одан 6x азайтамыз. Сосын мына жерде минус 1 бар. Плюс 4 плюс 3-ті береді. Плюс 3 минус 9 минус 6-ны береді. Және минус 6-ны оң жаққа өткізсек, плюс 6. Мына жақта бізде еще 34 бар. Плюс 34 болады. Сонда минус 4x тең болады 40. Екі жағында минус 4-ке бөлетін болсақ, x тең болады минус 10. Минус 10. Енді тапсырма не дейді? Егер квадраттардың айырмасы теріс емес болса, ол сандарды табыңыз. Енді бірінші сан минус 10 онда мынау. Одан кейін қосамыз 1. Минус 10 қосылған 1, ол 9, минус 9 болады. Одан кейін минус 8 болады, және минус 7 болады. Осы сандар, осындай сандар болады. Сонымен достар, арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар.